Сізге басқа вопростар жоқ па да? Сізге жоқ, жаңағы разъяснение не қыласыздар? Оны өзіміз, иә. Сол отделмен барсаң. Бесін қосқанды. Саламатсыздар ма? Қоғамдық қоғамдың төрайымы Термөзек кен тарту аппаратының өкілі есімі Пірәлі Жұлдыз Ертайқызы. Бүгінгі ашық жиналыста біз компания Дәулет Азия жеке шаруашылық серіктестігінің атмосфераға ластаушы заттардың рұқсат етілген шығындыларының шекті норматив жобасын талқылайтын боламыз. Қоғамдық тыңдаулар өткізу регламентінде қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу келісілген уақытта қоғамдық тыңдаулардың ашылуы, баяндамашылардың сөз сөйлеуі, баяндамаларды талқылау, баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары тыңдалады. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. Қоғамдық тыңдауларды қорытындылау. Ендігі кезекте ұсыныстарымыз болса, көпшілік дауыспен хатшыны таңдап жіберсек, жүзіп бар. Гүлназ таңдасақ, қарсы емессіздер ме? Қол көтеріп. Қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамға тыңдауға қатысушылар. Менің есімім Жүсіпова Гүлназ. Бүгінгі осы баяндамамен таныстырып, жобамен таныстырып өтемін. Бүгінгі тақырып компания Дәулет Азия жауапкершілігі серіктестігінің атмосфералық ластаушы заттардың рұқсат етілген шекті нормативтер жобасы, оған қоса қалдықтарды бақылау бағдарламасы, өндіріс экологиялық бақылау бағдарламасы және қоршаған ортаны қорғау іс-шараларын қоса қарастыратын боламыз. Компания Дәулет Азия мекемесінің учаскесі аумағы 5 гектарды құрайды. Картамен көретін болсаңыз, мысалы орналасу картасы. Бұл жер бұрғылау қалдықтарының құрамына мұнай бар өндірістік қалдықтарды қайта өңдеу және өндірістік қалдықтарды уақытша сақтау учаскесіне орналасқан. Орналасқан жері Қызылорда облысы Сырдария ауданында Қызылорда-Құмкөл автожолының 147 шақырым қашықтықта орналасқан. Картамен көретін болсаңыздар, үш жерде орналасқан. Ең жақын елді мекен Тереңөзек кенті 120 шақырым қашықтықта орналасқан. Қызылорда қаласына дейінгі 130 шақырым қашықтық құрайды. Нысан су қорғау аймағы мен жолағының тыс жерде орналасқан. Мүлік аумағында тарихи мәдени мұра объектілері, оның ішінде сәулет археология объектілері жоқ. Жобаланған нысан ерекше қорғалатын табиғи аумақтардан және мемлекеттік орман қоры жерлерден тыс жерде орналасқан. Атмосфералық ауа әсеріне келетін болсақ, алдын ала есептеулер бойынша ластаушы 23 көздер анықталды. 18-і ұйымдасқан, 15 ұйымдаспаған болып табылады. Атмосфералық шарылатын ластаушы заттардың жылдық мөлшері 81,81 тоннаны құрап отыр. Пайдалану кезінде шаңды сумен басу қарастырылған. Осы шаралар нәтижесінде жылдық экологиялық әсері 80,95 тоннаны құрап отыр. Атмосфералық ауадағы зиян заттардың жер деңгейінің концентрациясы есептеу нәтижесіне сүйене отырып, ауаның ластану тек объектінің аумағында болады және ауданның экологиялық жағдайына айтарлықтай үлес қоспайды деген қорытынды жасауға болады. Су ресурстарына келетін болсақ, сумен жабдықтау полигонның техникалық қажеттіліктері үшін тасымалдау тәсіліне жеткізіледі. Ішуге арналған бөтелке арқылы су пайдаланады. Жұмысшылардың тұрмыстық қажеттіліктері үшін жылдық су тұтыну және ағынды сулардың көлемі 509,4 шаршы метрді құрап отыр. Монша мен асханадан шыққан ағынды сулар сүзгі құдығына және сыртқы жайылымға арналған шұңқырға бағытталады. Тұрмыстық ағынды сулар арнайы мекемемен келісімшарт бойынша автоцистерналармен сорылып шығарылатын болады. Өндірістік және тұтыну қалдықтарына келетін болсақ, келісімшарт негізінде үшінші тарап ұйымдарынан қайта өңдеу қабылданған қалдықтар. Бұған жататындар бұрғылау шламдар, бұрғылау ерітіндісі, мұнаймен ластанған топырақ, мұнай шламы, бұрғылау ағынды сулар, мұнай құрамында су, майлы шөлектер, пайдаланған майлар, пайдаланған аккумуляторлар, аралас коммуналдық қалдықтар, металл бөшкелер, пластикалық қалдықтар, пайдаланған дөңгелектер. Компания өз қызмет нәтижесінде пайда болған қалдықтар, бұлар аралас коммуналдық қалдықтар, майлы шөлектер, пайдаланған майлар, пайдаланған аккумуляторлар, пайдаланған дөңгелектер, пластикалық қалдықтар, күл және дәнекерлі электродтардың қалдықтары. Жалпы қалдықтардың көлемі
222.739,47 тоннаны құрап отыр. Халықтан жиналуына қарай қауіптілік сыныбына сәйкес халықтардың әрбір тобына арналған контейнерлерге жиналады және келісімшарт негізінде қалдықтарды қайта өңдеу лицензиясы бар мекемелерге беріліп отырады. Апаттардың ықтималдығына келетін болсақ, технологиялық нұсқаулықтарға сәйкес көзделіп отырған қызмет объектісін пайдалану авариялық шығарындылардың қалдықтардың ағынды сулардың мүмкіндігін болдырмайды. Және бұған қоса жобада қоршаған ортаға антропогендік әсерді азайтуға мүмкіндік беретін бірқатар шаралар қарастырылған. Осы шараларды ескерген жағдайда ғана қоршаған ортаға айтарлықтай әсер ету көзделмейді. Осымен баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Онлайнмен көріп отырғандар естіліп отыр ма? Сұрақ бар ма? Менде сұрақ бар, саламатсыздар ма? Саламатсыз, айта беріңіз. Компания Даулет Азияда действующий разрешение бар ма? Бар. Мекемеде 2017 Разрешение да бар, лицензия да бар, барлық құжаттары түгел. экологическое разрешение бар. Бар. Онда неге қайтып жасалады? 2026 жылдың аяғында уже разрешениенің срогы бітеді, соған новыйдан жаңартып істеп жатыр. Қашан бітеді дейді? 26-да. 27 жылы рұқсаттың уақыты бітеді. Біздің 26 жылдан бастап нысанға рұқсат алғымыз келіп жатыр. Бұрын размещение болған, қазір накоплениемен аласыздар ғой. Онан бөлек 23 жылы департамент тарапынан хат жолданған, размещение деген сөз экокодекста жоқ болуына байланысты өзгертілді накопленияға. Сол себепте бар. Андай карта қосылып өзгеріп жатыр ма? Картасы көбейіп па? 2017 жылы бізде ProstKZ деген заключение бар, госэкспертизаның заключениесі бар. Сонда нысанды бірталай модернизациядан өткізген болатын. 12 карта қарастырылып тұр біздің МТО бойынша. Оның ішінде буровой шламға, нефти шламға, замазочный грунттарға арналған әрқайсысының өзінің карталары қарастырылып тұр біздің жоба бойынша. Еленбей қалған ғой 2017 жылғы жоба енді осы іске қосылып, нысан толығымен производственный мощностьқа енді кіріп жатыр. Не қосылмай қалған дейсіз, түсінбей қалдым. Жоқ, разрешение алынған 2017 жылы госэкспертизадан. Енді сол жұмыстар производственный мощностьна енді осы 26 жылдан бастап нақты жұмыстары жүрейін деп жатыр. Осы заключение бойынша дегенім ғой. Басқа сұрақ жоқ, қалған сараптама нәтижесімен беріледі. Рахмет. Жобаның ішіне кіріп заключениялар. Простың да госэкспертизаның бар. Ескереміз оның бәрін сараптаманың кезінде. Рахмет. Басқа онлайнға кіріп отқандар бар ма? Жоқ, онлайн кіріп отқандар жоқ. Табиғи ресурстар басқармасынан сұрақ жоқ. Рахмет. Тұрғындар. Сосын сұрақ, экопорталдан бар ма? Экопорталдан жаңа қоғамдық тыңдау болар алдында тағы да бір қарадым, қандай сұрақтар мен ұсыныстар түспеген. Сұрақтар жоқ болса, бүгінгі қоғамдық тыңдауды ереженің барлық талаптар сақталуына байланысты өткізілді деп саналады. Жабық деп жариялаймыз. Рахмет.